Penguin Elementary біздегі бүгінгі тақырып 10-шы unit countries and nationalities. Countries деген елдер, nationalities деген әртүрлі сол елде тұратын адамдарды қалай атайды. Мына жерде кроссвордқа жазу керек, ол кроссвордқа қазір жай жазамыз. Пока мына жерде варианттарды жазайық. Біріншісі, Михаил was born in Russia. Туылды Россияда. Ол бізде Russian. Кстати, ағылшын тілінде национальность пен елдің атын, сол елде тұратын адамдардың сол жақтағы елдің атын всегда үлкен әріппен жазады. Okay. Bettina is German. Беттина бізде неміс. Ол келеді қай жақтан келген? From Germany, Германиядан. My girlfriend is Polish. Менің қызым польшалық. She was born. Ол туылды қай жақта? In Poland, Польша. They come from Norway. Олар келді Норвегиядан. Олар нәрді W болады? Norwegian. They Norwegian болады. Дальше. Роза из Brazilian. Роза бразилиялық. She comes from. Ол қай жақтан келеді? Бразил. Fizen is from Fethiye. Ол келді Фетхиеден, Түркиядан. Ол кім бізде? Turkish. Так, мынарды жазайық па? Жазайықшы. Біріншісі Russian. Russian. Сосын үшінші Germany. Сосын төртінші Poland. Сосын жетінші Norwegian. Аны деген әріп. Ой, майя. Шо, енді болды. Ныға құсады ма өзі? Дұрыстап жазайықшы, адам сияқты. Вот, шо. Сосын 8-ші Бразил. Сосын 9-ші Turkish деп оқылады. Дұрыс екен. Сосын 10-ші Zhang was born in China. Ол туылды Қытайда. Ол Қытай. Chinese. Жазайық. 10-ші. Chinese деп оқылады. Дальше. Michelle was born in France. Ол Францияда туылды. Ол French. Француз. Қайсы бізде 12 ма? F-R-E-N-C-H. French. Diane and Mike. Диана және Майк келеді USA-дан, Америкадан. Олар кім? Америкалық. Келесі. Сильвия Swiss. Сильвия бізде Швейцариядан келеді. Ол кім бізде? Sweden. Нет? Swiss бола ма? Қазір көрейікші 16. Swiss. Что-то непонятно. Ладно, қазір 16-ны көреміз. Dorte is Danish. Ол бізде Даниядан келген. She is Danish. Ол келді Денмарк деген Дания бізде. 17.
Так, мына буква Д. Денмарк. Келесі. They're from Sweden. Ол келді Швециядан. Олар Swedish. Swedish. Так, 18. Swedish. 16. Түсінбедім мен бар ғой. Швейцариядан келген. Швейцариядан келген адамды қалай атайды? Вот сұрақ. Швейцариядан келген адам қалай атайды? Я не знаю. Надо посмотреть. Ладно. Келесі уақытта айтамыз. Енді number 2 Spanish. Ол испандық. Ол келеді Spain. Испаниядан. Spain. Дальше Дмитрий from Greece. Ол бізде Грециядан келген. Ол Грик. Да? Грек. Is Greek. Дальше Кейко Жапан. Япониядан. Ол бізде Japanese. Япондық. 5. Japanese. Дальше. Fernandes is from Portugal. Fernandes Португалиядан. Ол бізде Portuguese. Португуэсе, ма? Португуэсе, вот, кажется. Portuguese. Да, кажется, Португуэсе. Корик. Португуэсе. Келеді екен. Дальше. They are British. Олар британдық. Олар they are born in Britain. Британияда. Britain. Так. Дальше. Роберто is Italian. Роберто итальяндық. He is from. Ол қай жақтан? Италия. Жоқ. Итали. Италия осылай. Итали. Подожди. 15-ке жазып кеттік. Ол 11 екен ғой. Так. Итали. Все. Дач. Олар дач. Олар келеді бізде. Дач. Х деген қандай ел сонда? Дачтар. Қай жақтан келеді? Интересно. Тоже не знаю. Ладно. Динеш comes from India. Ол келеді Индиядан. Ол Индиан. Индиялық. Is Indian. Индиан. Окей. Енді мына жерде бізде жауап берілмеген екеу қалды. 16 және 13. Осыған тауып білетіндер болса жазып жіберіңдерші. Swiss деген адам қай жақтан келген? 16. Сосын 13 Dutch деген адам қай жақтан келген? Осы екеуінің қай жақтан келген білмей жатырмын. Ладно, келесі уақытта білгесін айтам да. Қазір пока бос тұрсын. Бірақ білсеңдер өздерің тауып жазсаңдар да болады. Енді бізде елдерден келген адамдарды әртүрлі қылып жазса болады. Иан немесе ан, мысалы Италиян, Италиян, Хунгариян деген. Да, сондай қылып жазса. Сосын иш деген Swedish, Polish дегендер келеді. Сосын is деген Chinese, Japanese дегенге келеді. Ending ч, French, Dutch. Да? Сосын
бізде мысалға біз қай жақтан келеміз? He's from Қазақстаннан келген адамдарды қазақ дейді. Ол қазақ деген сөз емес, ол Қазақстаннан келген адам деген сөз. Russian деген сияқты. Қазақ, I'm қазақ. Бірақ ол негізі орыс болуы мүмкін, да, егер бірақ Қазақстанда туылған болса, ол қазақ болады. Поэтому кім Қазақстанда туылса, сол ағылшынша қазақ болып саналады екен. Хорошо, осы екі сұраққа жауап тапсаңдар, жазыңдар. Келесі сабақта осылардың жауабын өзім тауып сендерге айтып жіберем. Келесі сабақта тағы да сөздер болады. Келесі сабақта кездескенше.